Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қысқа арнап жасалатын тойымды тамақ жасауға ерінген кезде ашып нанмен жей салатын өте дәмді көкөніс пен баклажан салатын әзірлейміз. Ең алдымен 7-8 баклажанды алып, жақсылап жуып, сүртіп аламыз. Сол кезде май шашырамайтын болады. Қызып тұрған майымызға баклажанды екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылып болғаннан кейін баклажандарымызға өстіп тұз сеуіп қоямыз. 2 үлкен пиязды алып, ұзыншақтап турап аламыз. Оны аз мөлшердегі майға қуырып аламыз. Осылай сарғайып, жақсылап пиязымыз қуырылу керек. Мен аз көлемде жасағаннан кейін осылай бөлек-бөлек қуырдым. Бірақ негізі көп көлемде жасайтын болсаңыздар, кезекпен бірінен кейін бірін үлкен ыдысқа қуырсаңыздар солай жеңіл болады. 2 үлкен сәбізді кәрей күшінен өткізіп, аз мөлшердегі майға осылай қуырып аламыз. 4-5 тал болгар бұрышын тазалап, осылай ұзыншақтап тураймыз, оны да майға қуырып аламыз. Болгар бұрышын қуырып болғаннан кейін қызанақты жуып, 4 бұрыштап тураймыз. Менде 7 қызанақ орташа. Қызанақты да майға қуырып аламыз. Сарымсақты майдалап тураймыз. Оны да жаңа қызанақтың үстіне қосып, бірге қуырып аламыз. Қызанақты да жаңа қуырылған көкөністерімізге қосамыз. Ас көкті қалауларыңызша қосасыздар. Менде кинза мен укроп, сіздер петрушка қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұзын және де жарты шай қасық 70%-лық уксус қостым. Және ас көгімізді қосып, араластырып аламыз. Алдын ала банкілерімізді, қақпақтарымызды стерилизовать етіп дайындап аламыз. Өстіп ең астына бірінші көкөністерді саламыз. Енді кезекте баклажандарымызды осылай видеодағыдай салып шығамыз. Кезекпен енді көкөністерді саламыз, өстіп қайтадан баклажанды салып, банкіміз толғанша өстіп салатын боламыз. Менде 600 граммдық банкіден 3 шықты. Кастрөлге суық су құйып, банкілердің аузын жаппай қойып, жарты сағат қайнатып алдым. Банкілерді ыстықтай бұрап, төңкеріп, суығанша өстіп көрпенің астына жауып қойдым. Қысқы салаттарымыз дайын, сіздерге ұнады деп үміттенемін.